Баршаңызға сәлем. Дұрыш қоспай-ақ, оқтығымен жайып жүрмей-ақ 20 минутта пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен кефирімізді, яғни айранды құйып алып, оған жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Тұз, сахарымызды қосып араластырамыз. Разрыхтерімізді ұнымызға салып, ұнымызды електен өткізіп, осылай қосатын боламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді пергамент қағазымызға майымызды жағып, дайын болған тестамызды құйып, барлық жеріне тегіс етіп жағып шығамыз. Bir жері қалың, бір жері жұқа болмау керек. Барынша тегістеп жағып шығыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кетчупты осылай, кетчуптың бір жағын кесіп аласыздар да, осылай жұқа етіп жағып шығасыздар. Оның үстіне колбасамызды тізіп, осылай қойып шығамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправа қоссаңыздар болады, өз еріктеріңізге байланысты. Ең бетіне сырды осылай қойып, 200 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минут, 20 минут пісіріп аламыз. Осылай алған кезде пиццамыздың астын қарайсыздар, бір шетін қызарып тұрса, демек ол толық пісті деген сөз.